Саламатсыздар ма, құрметті 9-шы сынып оқушылары? Біз информатика пәнін оқуды жалғастырамыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы құжаттармен бірігіп жұмыс істеу. Бүгінгі сабақта бұлттық технологияларды қолдана отырып, құжаттармен бірлесе жұмыс істеуді ұйымдастыруды үйренетін боламыз. Бұлттық технологиялар интернет желісінде электрондық түрде ақпаратты сақтау, өңдеу және деректермен бірлесіп жұмыс істеуге арналған есептеуіш ресурстар. Бұлттық технологиялар болашақтың маңызды технологияларының бірі. Ол білім беру саласында кеңінен қолданылу үстінде. Мысал ретінде келесі бұлттық технологияларды алуға болады: электрондық журнал, электрондық күнделік, электрондық портфолио, оқушының жеке кабинеті, мұғалімнің жеке кабинеті, интерактивтік қабылдау, тақырыптық форумдар. Нақты оқу әрекетін орындау үшін мәтінді өңдеуді, кестені, тесттерді, сауалнамалар, презентациялар және тағы басқа құруды қамтамасыз ететін құралдарды қолдануға болады. Google қызметтерімен жұмыс істеу үшін Google аккаунтын құру керек. Аккаунт көмегімен барлық қызметтерге енуге болады. Олар сенің қай жерде немесе қандай құрылғыны қолданғаныңа байланыссыз бірлесіп өңдеуге, сақтауға, қолдануға және байланысуға мүмкіндік береді. Аккаунт – ол сервердің мәліметтер қорында тұтынушының деректер сақтайтын идентификациялық номері немесе бір компьютерлік желіге өзі жайлы мәліметтерді толтырып отыратын есеп жазба. Google дискімен жұмыс істеу үшін Google аккаунтын құру қажет. Егер gmail.com почталық жәшік құрсаңыз, аккаунт автоматты түрде орнатылады. Аккаунт құру алгоритмі: gmail.com тіркелу бетіне өтесіңдер, немесе кез келген Google қызметіндегі кіру терезесінің астында аккаунт құру сілтемесін басасыздар. Ашылған терезеде өрістерді толтырасыздар. Кез келген Google қызметіне кіру үшін құрылған пайдаланушының аты мен құпия сөзді пайдалануға болады. Аккаунт құрған кезде сендер өздерің туралы белгілі бір ақпарат берулерің керек. Бұл қауіпсіздікті қамтамасыз етуге және Google қызметтерін дербес қолдана алуларыңызға ықпал етеді. Өздеріңнің Google аккаунттарыңа кіру үшін логин мен құпия сөздерді кіру Google диалог терезесіне енгізу қажет. Google аккаунт құрғаннан кейін кез келген қосымшаны пайдалана аласыздар. Мысалы, Google диск, деректерді сақтайтын және басқа пайдаланушылармен бөлісе алатын бұлтқа негізделген деректер қоймасы, 15 гигабайт тегін дискілік кеңістікте фотосуреттер, бейнелерді, құжаттарды және де басқа файлдарды жүктей аласыздар. Файлдар drive.google.com сайтында немесе компьютердің программасында, смартфонда немесе планшетте кез келген жерде қолжетімді. Google құжаттар, Google кестелер және Google презентациялар бұлттық қызметтердің мысалы бола алады. Google құжаттар интернетте құжаттарды бірлесіп өңдеуге болады. Google кесте интернетте электрондық кестелерді бірлесіп құруға, өңдеуге, сақтауға болады. Google презентация интернетте пайдаланушылар бірлесіп презентация құруға болады. Google форма интернетте пайдаланушылар бірлесіп сауалнама, сұрақтар құруына болады. Файлға немесе бумаға қолжетімділікті ашу үшін келесі әрекеттер орындау керек. Компьютерде Google дискіні, құжаттарды, кестелерді немесе презентацияны ашыңдар. Тінтуірдің оң жағын басу арқылы қажетті файлды таңдаңдар. Жанама менюден құжатқа ортақ қолжетімділік деңгейін таңдаңдар. Қолжетімділік деңгейі терезесінде құжатқа қол жеткізуді өзгертіңдер. Сендер сол немесе басқа параметрлерді таңдау арқылы кіруге қол жеткізу ала аласыңдар. Сілтемесі бар кез келген адам оны өңдей алады. Сілтемесі бар кез келген адам пікір жаза алады.
сілтемесі бар кез келген адам көре алады. Таңдалған параметрлерді сақтаңдар. Өңдеу үшін барлық әлеуметтік желіні пайдаланушылар ортақ қолжетімділік алады. Оқушылар, теориялық білімімізді практикамен ұштастырайық. Бізге қолданыстағы аккаунтымызға кіріп, Google дискі қызметін пайдаланып, бума, файлдар құрып, оны жоюды қарастырайық. Дайын аккаунтымыздың көмегімен Gmail почтамызды ашып, Google дискіге жаңадан 9-шы сынып деген бума құрамыз. Сол буманың ішіне кестелік процессордың көмегімен 9-шы А сынып деген файл құрамыз. Және бұл жерге 9-шы А сыныбында оқитын оқушылар туралы ақпарат енгіземіз. Оқушының аты жөні, телефон номері, және де электрондық поштасы жазылады. Бұл құжатты толтыру үшін оқушыларға WhatsApp мессенджеріндегі чатқа сілтемесін жібереміз. Оқушылардың кестені толтыруын күтеміз. Электрондық кестенің Microsoft Excel бағдарламасынан айырмашылығы, бұл жерде бір уақытта бұл құжатпен бірнеше оқушы жұмыс жасай алады. Және де құжатымыз автоматты түрде сақталады. Және де мәтіндік редакторде құжатты құруды қарастырайық. Телефондарыңызға WhatsApp мессенджеріне сілтеме жіберілді. Сол арқылы тапсырмаға өтіңіздер. Тапсырма quizzes.com сайтында құрылған. Бұл жерде сіздерге сұрақтарға жауапты бірнеше нұсқадан таңдайтын боласыздар. Сіздер осы сілтеме арқылы кіргеннен кейін берілген кодты теру арқылы тапсырманы орындай аласыздар. Бірінші сұрақ: Google кесте дегеніміз не? Екінші сұрақ: әртүрлі аппараттық платформалардың ақпараттық ресурстарын бір тұтас етіп біріктіруге және қолданушыға жергілікті желі немесе интернет арқылы қол жеткізуге мүмкіндік беретін инновациялық технология. Үшінші сұрақ: Google диск үшін қанша бос орын бөлінеді? Төртінші сұрақ: бұлттық сақтауды қолданудың қандай пайдасы бар? Бесінші сұрақ: төмендегілердің қайсысы бұлттық сақтауға жатады? Алтыншы сұрақ: бұлттық сақтау арқылы не істеуге болады? Сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.